Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге ерекше дәмді восточный пирогтың рецебімен бөлісетін боламын. Бұл пирогты бір рет жасап көрсеңіз, екінші рет міндетті түрде жасайсыз. Себебі енді дәмі деген сізге ұнамауы мүмкін емес. Дәмі өте ерекше пирогтардың бірі. Сондықтан видеоны соңына дейін үзбей қараңыз. Ал кеттік, олай болса өзімізге керек заттарымызды дайындап аламыз. Мына жерде қамырға керек заттар: алдын ала електен өткізілген ұнға, бөлме температурасындағы сары майымызды қосамыз да осылай қолымыздың көмегімен шашыраңқы қамыр пайда болғанша осылай жақсылап араластырып илейтін боламыз. Міне бізде осында шашыраңқы қамыр пайда болды. Шашыраңқы қамырымызды жан жаққа жиырып қойып, ортасына осылай қаймағымызды қосамыз. Қаймақтың үстіне қопсытқышымызды қосамыз, және де қазір осы екеуін жақсылап араластырып аламыз. Келесі үстіне жұмыртқаның сарысын қосамыз. 3 жұмыртқаның сарысы. Енді қазір қамыр илейтін боламыз. Басында мен осылай қасықтың көмегімен кішкене араластырып аламын. Одан кейін қолымның көмегімен жақсылап тұрып қазір қамыр илеймін. Қамырларыңыз басында бірікпей, солай шашырап жатуы мүмкін. Оған ешқандай да қорықпаңыздар. Біраз кішкене осылай қатты басып жіберсеңіздер, қамырларыңыз бір-біріне жабысып, бірігіп бастайды. Міне осындай бізде песочный қамыр пайда болды. Дайын болған қамырымызды 30-40 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз демалуға. Біздің қамырымыз демалып жатқан кезде біз арасына қосатын начинкамызды, яғни қоспамызды дайындаймыз. Жуылып тазаланған сары өрігімізді осылай 4 бөлікке бөлеміз. Ұсақтап, барлығын осылай ұсақтап бөліп дайындап аласыздар. Келесі осы өрігіміздің үстіне грек жаңғағын қосамыз. Оны да дәл видеодағындай қолдарыңызбен ұсатып 4-ке бөліп қосасыздар. Келесі грек жаңғағының үстіне біз мейізімізді қосамыз. Мейізді турап керек жоқ. Егер сізге турап ұсақ болған ұнаса, онда ортасынан бір бөліп сатсаңыз болады. Міне енді барлығын біріктіріп, араластырып аламыз. Бұл бізде начинкамыз. Начинкамыз біздің дайын. Енді біз қазір меренга дайындайтын боламыз. 5 жұмыртқаның ағын миксердің бірінші жай жылдамдығынан бастап, жылдамдығын көбейте отырып, осылай араластырамыз миксермен. Сіздердің ақуыздарыңыз көпіріп, жанандай құрғақтана бастағанда ғана қантты қосып бастайсыздар. Біртіндеп күшейтіп отырасыздар режимін. 170 грамм қантты 3 рет бөліп қосам мен. Бірден қантты қосып жібермейсіздер. Міне, массамыз көтерілген кезде үстіне қантымыздың бір бөлігін қосамыз. Тек қана бір бөлігін. Осылай араластыра отырып 3-ке бөліп қосасыздар қантты. Әбден қант еріп, сөйткен кезде тағы да міне 3-ші бөлігін қосамыз. Барлығын бірдей сіздер қосып жерсеңіздер, онда сіздердің ақуыздарыңыз көтерілмей, солай төмен түсіп қалады. Сондықтан біртіндеп қосып, осылай араластырып, бір бағытта ғана араластырасыздар. Міне біздің меренгамыз дайын. Енді қамырымызды алып шығып, қазір қамырды 2 бөлікке бөлетін боламыз. Бір бөлігін кішірек бөлік, ол біздің пирогымыздың бетіне кетеді. Екіншісі үлкендеу бөлігі, пирогымыздың астыңғы жағына салынатын бөлігі. Осылай домалатып алып, қазір қамырымызды жаятын боламыз. Менде формамның өлшемі 28. Егер сіздердің формаларыңыз 4 бұрышты болса, соған ыңғайлап жаясыздар. Міне мен осылай қамырымды жайып алдым, домалақ қылдырып. Қазір енді формамның үстіне апарып осы қамырды салам. Форманың астын ешқандай да майлап керек емес, өйткені қамырларыңыз жабыспайды түкте. Міне қамырды осылай үстіне салып аламыз. Ыңғайлап бірінші жан жақтарын осылай формаларыңызға жабыстырып аласыздар.
Содан кейін қамырларыңыз үлкен болып кетсе, ортасына қарай қамырды жиырып, кішкене астыңғы бөлігін қалыңдатып жіберсеңіздер болады. Міне видеода көріп тұрсыздар. Негізі жан-жағы жабыспай, басында қолдарыңыздың икемі келмей, солай түсе беруі мүмкін, но біртіндеп сіздер үйреніп аласыздар. Одан кейін түкте қиын емес. Міне дәл видеода көріп тұрсыздар ғой, ортасына мен артық қамырларды жиырып жатырмын. Шетіне барлығына осылай жақсылап жабыстырып, біркелкі етіп, бірдей қылдырып, артық болып тұрған бөліктерін ортасына мен сияқты жиырып, осылай тегістей саласыздар. Енді осының үстіне жаңағы дайындап қойған начинкамызды саламыз да, біркелкі етіп, барлық жеріне біркелкі етіп осылай жайып шығасыздар начинкаларыңызды. Қалауларыңызша начинканы кішкене көбірек қоссаңыздар да болады. Енді осының үстіне жаңағы меренгамызды саламыз. Үлпілдеп тұр, көрдіңіздер ғой, ақуызымыз қалай. Барлық жеріне біркелкі етіп, абайлай отырып, басып алмай, осылай жайып шығасыздар меренганы. Абайлай отырып жайыңыздар, өйткені ақуыздарыңызды басып алмаңыздар. Келесі енді осы пирогтың бетіне жаңағы қамырымыздың екінші бөлігін алып қойдық қой, кішкене бөлігін. Соны өте жұқа етіп жайып аласыздар да, осының үстіне қойып шығасыздар. Міне дәл видеодағында етіп, осылай бүріп-бүріп қоясыздар. Сонда пирогтарыңыздың беті әдемі болып шығады. Шеттері ашылып, кішкене көрініп қалса, ол ештеңе етпейді. Қазір пирогтарыңыз піскен кезде білінбей кетеді. Дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай, осылай қолдарыңыздың көмегімен әдемілеп шығасыздар. Бүріп, енді жұмыртқаның сарысын жабып шығамыз. Пирогымыздың бетіне барлық жеріне біркелкі етіп жағыңыздар. Сонда пирогтарыңыз қызарып әдемі болып шығады піскенде. Енді осының бетіне кунжут себеміз. Кунжут та ерекше әдемілік беріп тұрады пирогқа негізі. Алдын ала қызып тұрған 200 градустағы духовкамызға 25-30 минут пісіріп аламыз. Міне менікі 30 минутта пісіп шықты. Сіздердің духовкаларыңыздың режимі басқаша болуы мүмкін. Сондықтан оны өздеріңіз ретке келтіріп аласыздар. Пирог пісіп шыққан бетте осылай үлкен болып көтеріліп әдемі болып тұрады. Одан кейін суығаннан кейін кішкене биіктігі аласалайды, яғни төмендейді. Оған ешқандай да қорықпаңыздар, ол процесс барысында өзі солай болуға тиісті. Негізі өте тәтті пирогтардың бірі, енді тәттілігін, дәмін видеомен жеткізу мүмкін емес. Сондықтан да өзіңіз міндетті түрде дайындап көріңіз, және дәміне, тәттілігіне сонда көзіңіз жетеді. Видеоның соңында лайк басып, комментарий қалдыруды да ұмытпаңыз.